Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Елінің дамуына лайықты үлес қосқан қоғамдық саяси көшбасшыларын, ғылым және мәдениет қайраткерлерін қадір тұтпайтын халықтың келешегі де бұлыңғар болмақ. Біз қазақ халқы саяси тұлғаларымыздың еңбегіне құрметпен, парасаттылықпен қарауымыз қажет. Бұл Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тұлғасында да қатысты ақиқат. Оның тәуелсіз елімізде құру ісіне сіңірген еңбегін бүкіл әлем қауымдастығы мойындады. Сондықтан тұңғыш президентінің тарихи рөліне құрметпен қарау бәрімізге ортақ міндет. Оның саяси мұрасына келешек ұрпақ әділетті бағасын бермек. Ал қазіргі ұрпақ өкілдер еліміз үшін табанды жұмыс істеу керек. Біз бәріміз халық ретінде ең алдымен еңбекқор болуымыз қажет. Саяси ойындарға тосқауыл қойған жөн. Біз өткенге жалықтамай, жарқын болашағымызға зор сеніммен қадам басуымыз керек, деді мемлекет басшысы.